better have my money. Got to know me well enough. You better have my money. Lay down, call me. Love, pay me what you want me. Балжан, А? қызсың ғой, боқтамасайшы. Неме шай, мен Риананың перформансынан ләззат алып жатырмын. Bitch, better have my money. Hello! Эфирде Мисс Супербол Балжан Жизелиш қызы. Бүгін сенімен сахнаға 5 жылдан соң қайта оралған рэп патшайымы Рианнаның ұлттық футбол лига аренасындағы 14 минуттық перформансын талқылайтын боламыз. Айтамыз деп ауыз бұталып кетті ғой. Әзірше біздің арнаға тіркеліп қой, лайк бас. Ең қызық қазақша ағылшынша контент тек біздің арнада. Білесің бе, 2023 суперкубогынан маңызды не болуы мүмкін? Әрине Рианнаның ән шашуы. Бүкіл әлем шулап ақш ұлттық футбол лигасының чемпионатында өнер көрсеткен қызу талқылап жатыр. Бірақ көрермендердің алғаш көзі шалған нәрсе бұл емес, оның іші. A$AP Rocky екеуі екінші рет ата-ана атануға дайындалып жүр. Кара Делевин өзінің инстаграм парақшасында қызық фотосын бөлісті. Ол жерде модель. Неге екені белгісіз, Рианнаның концертін футбол бөліп жіберді. Бірақ ештеңе етпес деген жазу бар, футболкасын киіп тұр. Әншінің камбэгін ерекше қолдаған жұлдыздар арасында Шакира да бар. Ол өзінің инстаграм парақшасында Рианна екеуі бірге түскен фотосын жариялап, жақсы естеліктерді есіме алып, бүгінгі шоуда саған сәттілік тілеймін Ри деп жазған. Актриса Зендея өзінің инстаграм сторисіне Рианнаны салып, кейін өзінің таң қалған түрін жариялаған. Аяғы ауыр екеніне қарамастан, Рианна денсаулығын қатерге тігіп, нағыз шоу жасады. Стадионнан 10 метр биіктіктегі арнайы платформада өнер көрсетті. Перформансында да түрлі керемет қимылдар жасап, хореография қосты. Әншінің айтуынша бұл сахна көрінісі үшін 39 рет репетиция жасаған. Не деген пауыр! Осы және өзге де жұлдызды жаңалықтарды жіберіп алмас үшін біздің арнаға тіркел. Ең креативті қазақша ағылшынша контент тек біздің арнада. Bye! Bitch, better have my money.